Қайырлы күн, достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде мәзірде кекс дайындаймыз. Ең алдымен сары майды, бөлме температурасындағы сары майды қант қосып араластырып аламыз. Бөлме температурасында болмаса, микроволновкаға салып, шамалы ерітіп алуға болады. Содан соң, тоже бөлме температурасында тұрған жұмыртқаларымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, біркелкі массаға келгенге дейін араластырамыз. Содан соң ұнымызды саламыз. Ұнмен қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Барлық құрамын төменге қалдырамын, описанияға. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Бұл үйіңізге қонақ келе қалған жағдайда ең тез дайын болатын кекстің түрі. Осылай жақсылап араластырып алып, формаларға саламыз. Толтырмай салу керек болады, өйткені ол көтеріледі. Сосын жақсылап осылай ұрғылап алсаңыздар, біркелкі болып шығады. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа салып аламыз. 15-20 минутта піседі. Жақсы жұмсақ үлпілдек болып осындай болып шығады.